Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып, жылу өткізгіш деген не? Бүгінгі тақырыпта қандай денелер жылуды жақсы өткізетінін білетін боласын. Жылу, балалар, әрдайым ыстық денеден суық денеге беріледі. Бұл құбылысты жылу өткізгіш деп атайды. Денелердің жылу өткізгіштігі әртүрлі болады. Қатты денелер жылуды жақсы өткізеді, ал газ жылуды нашар өткізеді. Балалар, бөлмедегі денелердің қайсысының температурасы басқа денелерден өзгеше деп ойлайсың? Оның температурасы бөлме температурасымен теңесе ме? Теңесу үшін не істеу керек? Жарайсыздар, балалар, дұрыс айтасыздар. Шайдың температурасы теңеседі. Салқын жерде тұрған ыстық сусын қоршаған ортаға жылу бөліп шығарады. Сәлден кейін ол салқындайды, бірақ оның температурасы бөлме температурасынан төмен болмайды. Себебі бөлмедегі денелердің температурасы бірдей болады. Жылуды өткізу қабілетіне байланысты денелер мен заттарды жылу өткізгіштер мен жылу оқшаулағыштар деп екі топқа бөлінеді, балалар. Балалар, енді суретке назар аударайық. Жылы аймақта өмір сүретін адам мен суық жақта өмір сүретін адам неліктен бірдей қалың киініп алған? Дұрыс айтасыздар, балалар. Біз суретте жылу оқшаулағыштар тобын көріп тұрмыз. Себебі қалың киім іштегі жылуды сыртқа шығармай, сырттағы салқынды ішке кіргізбей, бір температураны ұстап тұрғандықтан жылу оқшаулағыштар тобына жатады. Есте сақтаңыздар, балалар. Бір денеден екінші денеге жылудың тікелей берілуі жылу өткізгіштік деп аталады. Ал жылуды нашар өткізетін денелерді жылу оқшаулағыштар дейді. Металдан жасалған бұйымдар жылуды жақсы өткізеді. Білесіздер ме, балалар? Ауасыз бос кеңістікті вакуум деп атайды. Вакуум жылудың ең нашар өткізетін ортасы. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.